Жаңаөзен қаласының ауыз су мәселесін түпкілікті шешу үшін 2 миллиард теңгеден астам қаражат қажет. Елдің даму өңірлік министрі Болат Жәмішев алғашқы жұмыс сапарымен Маңғыстау түбегіне барғанда кәсіпорын басшысы осылай деді. Министр шаһардағы жалғыз ауыз су тазартылатын станцияда болып, ескі қондырғылардың жұмыс жасау жағдайымен танысты. Мұнда өзге де бірқатар нысандарды аралап, түйткілді мәселелерді көріп қайтты. Мұнда Астрахан Маңғышлақ су құбыры арқылы келетін еділ суы тазартылады. Жалғыз станцияда небәрі 2 қондырғы орнатылған. Оның өзі ескірген, біреуі мүлдем істемейді. Соңғы жылдары халық санының өсуіне орай шаһарда ауыз су тапшылығы сезілуде. Сондықтан қосымша су жинайтын қойма мен тіршілік нәрін тазартатын қондырғы ауадай қажет дейді кәсіпорын басшысы. Су мөлшері 18 мың куб бір тәулігіне. Ал біздің запас 3 күнге тәулікке запас су керек, сондықтан мына қазіргі таңда мына Казтрансойл мекемесі несінен тарапынан проект жасалды. Жобалық смета 40 мың куб су жинайтын қойма, сосын 30 мың куб су тазалайтын қондырғы. Бұл жалпы құны оның 2 миллиард 110 миллион. Сол мәселені шешіп берсе, біздің қазіргі таңда мына өзен халқының су мәселесі шешіледі. Министр бұдан соң салынып жатқан жылу электр орталығының құрылысымен танысты. Жоспар бойынша нысан 2015 жылы аяқталып пайдалануға берілмек. Алайда мұнда да сол қаражат мәселесі қолбайлау болып отыр. Құрылысқа 1 миллиард теңгеден астам қаражат қажет. Қаражат шешімін тапса, орталық 200 адамды жұмысқа тартып, шаһар халқын жылумен және электр қуатымен қамтамасыз етпек. Министр бұдан әрі кәсіпкерлер қолдауға арналған бизнес-инкубатор қызметімен танысты. Қолынан іс келетіндер тігін, шаштараз сияқты түрлі кәсіппен шұғылданады. Алайда Болат Жәмішевті кәсіпкерлерді қолдау мақсатында ашылған ғимаратта алыпсатарлардың дүкен ашып алғандығы қынжылтты. Ясно, что бизнес-инкубатор орталығы жай ғана кеңсені жалға алу орнына айналмауы тиіс. Бұл өз ісін бастағысы келетін кәсіпкерлерге барынша қолдау көрсететін жер. Ал мұнда көптеген бизнесмендер ғимарат ақысының арзандығына ғана қызығатын сияқты. Мен түрлі зат сатып тұрған бірнеше дүкенді көрдім. Орталық алыпсатарларға емес, өнім өндіретін және халыққа қызмет көрсететін кәсіпкерлерге арналған. Сапар соңында Болат Жәмішев облыс басшыларымен кеңес өткізіп, өңірді дамытудың негізгі басымдықтарын атап өтті. Министрлік пен облыс әкімдігінің тарапынан жедел шешуді талап ететін өзекті мәселелерді талқылады. Министр өңірде күрмеулі деген мәселелерді үкімет талқысына салатынын айтты. Бақытжан Сатылханұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы.